Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода сіздерге 2015 жылы шыққан Без выхода фильмін қысқаша айтып беремін. Фильм басында Джек есімді американдық жігіт ұшақта отбасымен, яғни әйелі Энни және екі қызы Люси мен Биз келе жатады. Олар оңтүстік шығыс Азия еліне келе жатыр. Себебі Джек сол елге жаңа қызметке ауысқан еді. Ұшақта отбасы Хэммонд есімді американдық кісімен танысады. Олар елге келіп, Хэммондтың таныс таксиімен қонақ үйге келіп жайғасады. Қонақ үйде теледидар және телефон жасамай тұрады. Джек оны қонақ үй қызметкеріне айтқанда, ол бүкіл қалада интернетте теледидарда жасамай тұрғанын айтады. Содан кейін ол Хэммондпен мейрамханада отырады. Джек осыдан 10 жыл бұрын отбасымен әлемнің басқа шетіне жаңа өмір бастау үшін келетінін мүлдем ойламағанын айтады. Хэммонд бұл жерде айлық жақсы төлейтінін және фирма дамып жатқанын айтады. Түнгі ұйқы кезінде Джек оянып, әйелінің дәретханада жылап отқанын көреді. Ол шаршағанын айтады, ал Джек бұл жұмысқа келіскенде бұлай боларын білмедім деп одан кешірім сұрайды. Келесі күні Джек қонақ үйде газет болмағасын, қонақ үй қызметшісінен мекен жайды біліп, ол сыртқа газет алуға шығып кетеді. Ол базарға барып, жергілікті халықтың қалай өмір сүріп жатқанын көреді. Сатушыдан газетін алғаннан кейін базарда тұрғанда екі жақтан бүлікшілер мен әскерлерді көреді. Олар көз алдында бір-бірін өлтіріп, әскери төңкеріс басталып кетеді. Джек ол жерден қашып бара жатқанда, көшеде бүлікшілердің американдықтарды өлтіріп жатқанын көреді. Олар Джекті де көріп қалады, бірақ ол қашып қонақ үйге кіріп кетеді. Олар да қонақ үйге кіріп, адамдарды өлтіре бастайды. Джек отбасына оралып, әйеліне шетелдіктерді өлтіріп жатқанын айтады. Олар тезірек қонақ үйден шығу керек. Бірақ қызы Люсидің бассейнге шомылуға кетіп қалғанын біледі. Джек оны алып келуге кетіп қалады, ал бүлікшілер бөлмелерді аралап, адамдарды өлтіріп жүреді. Джек қызын бассейннен алып бара жатқанда, олар оны көріп қалады. Қашып бара жатқанда Хэммонд оған көмектеседі. Отбасы шатырға барып, өздері сияқты американдықтармен бірге көмек күтеді. Олар астында тұрған бүлікшілердің су үшін қан деп айқайлап жатқанын және американдықтарды құлдыққа алмай бірден өлтіріп жатқандарын біледі. Себебі американдықтар су кәсіпорнын өздері басқарған. Бір кезде тікұшақтың дауысы шығады. Олар әскерлер көмекке келді деп қуанып жатқанда, олар лаңкес болып шығып, бәріне оқ атады. Джек отбасымен тығылып қалады. Содан кейін тікұшақ құлап жарылады. Лаңкестер шатырға келіп, адамдарды өлтіре бастайды. Джек отбасымен ол жерден қашу үшін басқа үйдің шатырына секіру керек. Басқа амал жоқ. Бірінші әйелі секіреді. Содан кейін Джек екі қызын лақтырып, әйелі қағып алғаннан кейін соңында өзі секіреді. Отбасы үйдің ішінде отырғанда терезеден лаңкестердің танкімен атайын деп жатқанын көреді. Олар қашып үлгермей, танкімен атқан кезде есінен айырылып қалады. Содан кейін қираған заттардың арасына тығылып қалады. Лаңкестер келіп, адамдарды өлтіріп, отбасыны көрмей кетіп қалады. Джек Америка елшілігіне баруға шешім қабылдайды. Астынан олардың адамдарды өлтіріп жатқандарын көреді. Бір кезде сол жерге лаңкестердің біреуі келеді. Ол қалғандарын шақырып айқайлаған үшін Джек оны өлтіріп бастайды. Джек лаңкестің киімін киіп алады. Ол далада тұрған мопедтердің біреуін алып, отбасымен кетіп қалады. Жолда олардың алдынан басқа бүлікшілер шығады. Джек олардың ортасынан өтеді және олар отбасының американдықтар екенін білмей қалады. Олар Америка елшілігіне келеді, бірақ ол жерде адамдар өлген және ғимарат қирап жатыр. Лаңкестер келіп, Джекті көріп қалады. Сол кезде жарылыс болып, отбасы қашып кетеді. Олар бір кісінің үйіне келіп, одан көмек сұрайды. Ол кісі оларды қуады, бірақ балаларын көріп, аяушылық танытып, оларды бақшаның арасына жасырып қояды. Бір кезде лаңкестер келіп, олар қайда деп әлгі кісіні жауапқа тартады. Джек бос тұрған мылтықты аламын деп дыбыс шығарып қалады. Лаңкестер оны іздеп жатқанда, Энни оны құтқару үшін мен мұндамын деп шығады. Лаңкестер оны ұстап алып ұрады. Сол кезде Джек те шығып, біреуінің мылтығын тартып алып, атайын дегенде оғы жоқ болып шығады. Джекті ұстағаннан кейін лаңкестің біреуі Энниді зорламақ болады. Сол кезде олардың біреуі Хэммондты ұстап әкеледі. Ол өтірік айқайлап тұрып, оларға атқанда біразы қашып үлгереді, ал қасындағы лаңкес оның досы болып шығады. Олар ол жерден кетіп бір үйдің шатырына барады. Ол жерден тамақтанады. Хэммондтың айтуы бойынша
тамақ балапанның еті, бірақ кейін Джек ол иттің еті екенін біледі. Сол жерге жақын жерде өзен бар. Сол өзенде қайықпен жүріп Вьетнамның шекарасына баруға болады. Олар сәл демалып, содан кейін өзенге баруы керек. Демалып жатқанда лаңкестер оларды көріп қалып, олар ол жерден қашуға тырысады. Атыс кезінде Хэммондтың серігі өліп қалып, өзі жарақат алады. Бірақ қашып келе жатқанда шыдай алмай жатып қалады. Ал Джекке кете берің дейді. Келе жатқан жүк көлігіндегі лаңкесті өлтіріп, өзі де қағылып өледі. Содан кейін Джек не істерін білмей тұрып қалады. Энни оған өзенге баруымыз керек деп алып кетеді. Өзенге келгенде Джек қайық табады. Оның иесіне сағаты мен аяқ киімін береді. Сол кезде ол жерге лаңкестер келіп, Джекті ұстап алады. Қызы да әке деп айқайлап барады және оны да ұстап алып, әкесін өлтіртпек болады. Сол кезде Энни олардың артынан келіп, ұрып өлтіреді. Олар қайыққа мініп Вьетнамның шекарасына келеді. Ол жердегі әскерлер оларға кіруге рұқсат жоқ дейді. Бірақ Джек, біз қарапайым отбасымыз, бізге атпаңдар деп шекарадан өтіп кетеді. Артынан келген лаңкестер оларға мылтықпен атайын дегенде, әскерлер қайықтың Вьетнам жерінде екенін ескертіп, атқан жағдайда соғыс жариялайтынын айтып ескертеді. Содан кейін олар атудан бас тартады. Отбасы Вьетнам жеріне келгеннен кейін қиындықтардан құтылады. Осымен фильм аяқталады. Достар, егер видео ұнаса лайк басып, каналға жазылыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Келесі видеода кездескенше.